Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай жұмсақ булочки сияқты нан пісіретін боламыз. Дәмі де өте керемет шығады. Балдар жегенге де, үлкен кісілер жегенге де өте ыңғайлы. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер осы нанды. Алдымен бізге сүт керек болады. Оған шамалап қана су қосамыз. Тұз, қант қосамыз. Өзіңіздің қалауыңызша бір ожа қосып, жұмыртқа қосамыз. Сосын 3-4 қасық, үлкен қасықпен май қойып, ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамырлайтын боламыз. Ұнымызды осылай біртіндеп салып отырамыз. Бірден барлығын салып жібермеңіздер. Қатты болып қалады қамырымыз. Жаймендеп салып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Осылайша қамырымызды, ыдысымызды майлап аламыз. Осылайша оған қамырымызды салып, қамырымызды шамалы 2-3 рет майға аунатып, бетін жауып қоятын боламыз. 1-1,5 сағатта қамырымыз ашып шығатын болады. Ашып шыққан қамырымызды осылай алып, менде 3 күлше шықты, яғни 3 жағын нан шықты. 3-ке бөліп, тапамызға салып қоямыз. Осылайша қамырларымызды күлше етіп жасап аламыз. Қолға жабыспау үшін қолымызды шамалап, майлап алсаңыз, қамыр қолыңызға жабыспайтын болады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шығатын болады.
тапамызға салғанда да қолымыз шамалап қана майлай жеріп бетін жаятын болсақ, нанымыз әдемі шығатын болады. Бетін шамалап осылай жайып шыққан соң 5 минутқа осылай қалдырамыз. Сосын ашып қайтадан тағы бетін жаятын боламыз қамырымызды. Сол кезде әдемі жайылады қолмен. Осылайша жайылған қамырымыздың бетіне жұмыртқа салып 250 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей нанымыз дайын, өте жұмсақ болып шығады. Видеода көрініп тұрғандай әдемі. Балдардан қалмайтын болады наннан. Үлкен кісілерге де жегенге ыңғайлы. Піскен нанымыздың бетіне ыстық кезінде осылай май жақ қойсаңыз, тіпті әдемі болады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер.